Мәке? Мәке? Я келейін ба? Аға, ол қойды істей бермін, қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар. Құрметті қатысушылар, 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмір 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 2 тарауының 22 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулардың бүкіл барысы жергілікті атқарушы орган тарапынан бейне және аудиожазбаға жазылады. Өздеріңіз көріп тұрғандай залда бейне түсірілім құралдары орнатылған. Түсірілім нәтижелері қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса тіркеледі. Сондай-ақ қағидалардың 20 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдауларға қатысушылар және басын қояндыратын құжатты көрсету арқылы жергілікті атқарушы орган немесе жобаны әзірлеуші мемлекеттік органның өкілімен тіркеледі. Осыған байланысты барлықтарыңызды жеке куәліктеріңізді ұсынып тіркеуден өтуге шақырамын. Фамилия, аты жөніңізді, телефон нөміріңізді көрсетіп, қоғамдық тыңдауларды тіркеу парағына қол қою сұраймын. Құрметті қатысушылар, сіздерді экологиялық заңнамада талаптарына сәйкес хабардар етеміз. Қоғамдық тыңдаулар қоршаған ортаға және азаматтардың денсаулығына тікелей әсер етуі мүмкін жобалар бойынша өткізіледі. Бүгінгі тыңдауларға Ақтас солтүстік учаскесіндегі тау-кен жұмыстарының жоспарына арналған жобалық материалдар естует бойынша экологиялық рұқсат алу мәселесі қаралады. Қағидалардың 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар осы аумақтың әкімі аппарат өкілі төрағалығымен өткізіледі. Осыған байланысты бүгін қоғамдық тыңдаулардың төрағасы Ақтас ауылдық округ әкімі Баймағамбетов Азамат Серікұлы, яғни мен. Сонымен қатар тыңдаулар алдында қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы сайланады. Ол қатысушылардың қарапайым көпшілік дауысымен таңдалады. Қатысушы лауазымына элемент ТО өкілі Мұстафин Марат Есетұлына ұсынады. Өзіңіз боласыз ғой. Қатысушы сайлау үшін дауыс беру сайлау үшін дауыс беруді сұраймын. Құрметті қатысушылар, бүгінгі тыңдаулардың келесі регламентті бекіту ұсынамын. Қатысушыларды тіркеу жеке басын қояндыратын құжат ұсыну арқылы тіркеу негізінде аяқталады. Тіркелмегендер болса тіркеуді сұраймын. Қоғамдық тыңдауларды ашу бұл кезең орындалады. Намечаем деятельность жөнінде баяндама шамамен 15 минут. Баяндаманы талқылау орта есеппен 20 минут. Қатысушылардың ескертулер мен ұсыныстарын тыңдау, ал баяндамашылар тарапынан сол ескертулерге жауап беру, қорытынды шығару шамамен 5 минут. Регламентте бекіту үшін дауыс беруді ұсынамын. Қол көтеру қажет. Құрметті қатысушылар, тыңдаулар нәтижесі бойынша протокол жасалады. Барлық ұсыныстар мен ескертулер протоколға енгізіледі. Ол бірыңғай экологиялық порталға орналастырылады. Енді қоғамдық тыңдаулардың бастауы рұқсат етіңіздер. Сөз баяндамашыларға беріледі. Жоспарланған қызмет және жобалық шешімдер туралы ақпаратпен танысу үшін. Құрметті қоғамдық тыңдауларға қатысушылар, қош келдіңіздер. Ұсынылып отырған бұл баяндама экологиялық рұқсат алу рәсіміне міндетті кезеңі болып табылатын қоғамдық тыңдауларды өткізу мақсатында әзірленді. Ақтас северный учаскесінде тау-кен жұмыстарының жоспарын әзірлеу Ұлытау облысы Ұлытау ауданына орналасқан учаскеге берілген өндіру лицензиясына байланысты жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес барлық кәсіпорындарда қоршаған ортаны жай күйіне өндірістік мониторинг жүргізу міндетті. Өндірістік экологиялық мониторинг барысында табиғи орта компоненттерінің табиғи жағдайын бұзатын айқын және жасырын факторларды, оларды құлдырауына немесе халықтың өмір сүру жағдайының төмендеуіне алып келетін себептерді, сондай-ақ жалпы экологиялық тәуекелдерді талдау және бағалау жоспарланады. Осы бағдарлама учаскеде жұмыстар жүргізу кезінде экологиялық өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды және кәсіпорынның қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсерін азайту мақсатында талдау және бағалау жүргізуге бағытталған. Кәсіпорын аумағында өндірістік қызмет нәтижесінде келесі қалдық түрлер түзіледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар қызметкерлердің өмірлік әрекет нәтижесінде пайда болатын қатты өрт қауіпті коррозиялық белсенділігі жоқ, одан әрі пайдалануға жарамсыз қауіпті емес қалдықтар. Іс-шаралар келесі бағыттарға бағытталған. Карьерлік жұмыстардан пайда болатын шаңды басу,
техниканың шығарындыларын бақылау, тұрақты экологиялық мониторинг жүргізу. Барлық іс-шаралар экологиялық кодекс талаптарына толық сәйкес келеді және барлау жұмыстары барысында қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуға мүмкіндік береді. 2027-2030 жылдардағы геологиялық барлау кезінде нысан бір өндірістік алаңмен ұсынылады. Онда атмосфераға ластаушы заттардың бірінші ұйымдастырылмаған көзі қарастырылады. Атмосфераға шығарылатын эмиссияларды 11 ластаушы зат бар. 2027-2030 жылдардағы арналған ластаушы заттардың жалпы шығындылары 2,7 тонна жылына, ал автокөлік пен техника шығарындылардың 0,1 құрайды. Эмиссия нормативтері 10 жылға дейінгі мерзімге белгіленеді және өнімдердегі экологиялық ахуал өзгерген жағдайда, сондай-ақ ластау көздерін және параметрлері анықталған кезде жергілікті уәкілетті органдарда қайта қаралады. Жоба өңірге әлеуметтік экономикалық пайда әкеледі, жаңа жұмыс орындарымен ашылады және Ұлытау ауданының дамуына ықпал етеді. Баяндама аяқталды. Енді талқылауға көшеміз. Кім сөз сөйлейді? Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Өзден сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес кәсіпорын тыңдаулардың нәтижесіне қоғамдық пікір ескеріп, жобаға қажетті түзетулер енгізуі тиіс. Қоғамдық тыңдауларда бейнежазбасы қоса тіркелген протокол бірыңғай экологиялық орталыққа жарияланады. Тапсырыс берушілер мен жобалаушылар тарапынан толық әрі мазмұнды жауаптар беріледі деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеледі. Регламентке сәйкес тыңдауларды жабық деп жариялаймын.